Бүгінгі видеода мен қызыл ажал айдаһары туралы ақпараттар айтатын боламын. Бұл айдаһарды қызыл өлім немесе қызыл ажал деп те атауға болады. Қызыл ажал барлық айдаһарлардың патшайымы деп айтуға да болады. Қызыл ажалдың басынан құйрығына дейінгі ұзындығы 125 метрді құрайды. Ал бірінші қанатынан екінші қанатына дейінгі ұзындығы 94 метр. Бұл айдаһардың ерекшеліктері көп. Мысалыға, оның 6 көзі бар, үлкен айдаһар және денесіндегі қызыл түтіктері. Мультфильмде көргеніміздей бұл айдаһар аңшылыққа өзі шыққан жоқ. Оның орнына басқа айдаһарларға азық әкелуді бұйырды. Және қандай да бір айдаһар аз немесе ұнамайтын азық әкелсе, қызыл ажал жай ғана айдаһардың өзін азық ете салады. Орташа есеппен бұндай айдаһарлар 2000 жыл өмір сүреді. Және 3000-нан астам жұмыртқа салады. Сонымен 3000 бала айдаһар бір-бірін жеу арқасында саны да азаяды. Және соңында жалғыз ғана айдаһар қалады. Осы арқылы не үшін бұл айдаһар ашулы болуының себебін де біле аламыз. Айдаһар жанартаудың ішінде өмір сүреді. Ал оған азық тасып жүрген айдаһарлар оған көмектесіп жүрген жоқ. Дәлірек айтқанда, ол айдаһарлар қызыл ажалдың құлдары. Осының арқасында қызыл ажал жайлы ешкім білмейді. Ал оның отына келетін болсақ, оның оты үлкен әрі ыстық және мықты. Оның терісі өте қалың. Ол тасты да сындыра алады. Айдаһардың әлсіз тұсы ол қанаты. Ол ұзақ уақыт ұшпаған соң қанаттары ұшқанда тым әлсіз болып қалған. Және оның демі өте мықты. Ол арқылы айдаһарларды жемтік ете алады. Айта кететін жайт, қызыл ажалдың алыс туыстасы бар. Ол жасыл ажал. Бұл айдаһарды мультфильмде көрсеткен жоқ. Бірақ арнайы ойындарда бар. Жасыл ажалдың қызыл ажалдан ешқандай да ерекшелігі жоқ. Тек қызыл түтіктердің орнына жасыл түтіктер бар. Достар, бүгінге осы. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарияға келесі қандай айдаһар туралы ақпараттар айтайын жаза кетіңіз.